тегін ата аналарын қабылдайды. Бұл жерде жаңағы тегін келетін балалар ата аналар сол кісіге 5 минут уақыттарыңызды бөліп келіп кетсеңіздер, менің түсіндіргенім бір бөлек, ол кісінің аузынан естіген бір бөлек. Содан кейін қазір қала бойынша бір чат ашылыпты деп естіп жатқандарыңыздың жан айқайларыңыздың бәрін сол кісі жеткізеді. Ал енді екінші не бойынша қазіргі көріп жатсыздар, біз құрылғы алдық, әр топта осы құрылғы тұрады. Таңертеңнен кеш бала қазақтар таңертең тәрбиеші көмекшісі келеді, қай уақытта келеді, сол уақытта қосады да балабақшаның группаларын жапқан кезде өшіреді. Ауру көп бала ауырып жатыр. Бірақ соның ішінде де ауырып жатқан балаларды әкеліп жатқан ата-аналарымыз бар. Бұл топ, ана топ деп айтпаймын, барлық топтар бар. Дәріні беріп балабақшаға келіп басқа баланы жұқтырмай, бірінші өз балаларыңызға жандарыңыз ашса деймін. Арқатай иммунитет түседі баланың, сіз ол үйден қарап, режиммен қарап отырған бір бөлек суықпен әкеп дедіңдер. Қазірге ата-аналарды шақырған кезде келсеңіздер, оның бәрін бізден тексереді, біз жай бірақ шақырмаймыз да, сол менюді жеп көріп, соның бәрін сайтқа салынады. Оның бәріне әр жұма сайын біз отчет береміз, управлениеге өткіземіз. Сосын жаңағы әр топта бір камера бар ғой. Оның камераның бәрін фиксироваться етеді. Бет алды, қазір камераны аша бермейді. Мен камера көрем деп, бет алды келе алмайды. Кәдімгідей письмо жазып тұрып келесіздер, камера көріп келді. Оның бәрі ДВД, управление, бәрі назарында тұрады. Любой момент садикті ашып, любой управление болса ДВД-ның адам көреді. Сондықтан баланың қауіпсіз жаңа келе жатыр ғой. Жылдағыдай киім алмаймыз, айтқанша алдында жылдағыдай киім алмаймыз, әртүрлі қандай киімдеріміз бар, сол киімге киіп бересіздер. Өйткені бастықтың айтуы бойынша айтып жатыр да наурызға көңіл көрсету үшін жаңа жылға. Жаңа жыл өтеді енді. Топтар бізге концерт қойып береді, ойындар ұйымдастырады. Бірақ енді жылдағыдай плакатқа алып, бүйтіп әлі болмаңыздар. Сол бір тәрбиешілер бәрі бір отбордан өткендей рахмет сіздерге. Талай нәрсені біліп барып мектепке, дойытқа, қамсатықке барып еді, еш нәрсе білмейтін, біраз нәрсені үйреніп. Каждый программа бойынша жүреді да, бұл кісі прям қатысып. Айгүл апайға мен үлкен немерем келді. Сосын ойыншық әкелуді кішкене азайтайық ата-аналар, ойыншық үшін төбелеседі балалар. Бір-бірінің ойыншық үшін ұрады. Жақын ұрмайды ғой, жаман ұрады ғой. Андай машинкалар шықты ғой қазір, кішкене машинкалар. Сол машина әкелмейміз. Одан тәтті таңертең деген тәтті төбелеседі, одан қазір